Облыс бойынша алғашқы жеке дара аудандық кітапхана Сарыөзек ауылында ашылды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес салынған заманауи руханият ордасының салтанатты ашылуына Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев қатысып, оқырмандардың жаңа шаңырағына құтты болсын айтып қайтты. Кітапхананың ашылу салтанатынан әріптесім Қуаныш Қанатұлы толығырақ. Сарыөзек ауылындағы жаңа кітапхана Күреңбел орта мектебі мен өнер мектебінің дәл жанынан бой көтерді. Бұл ізденімпаз жастардың рухани қуаттануына, білімін тереңдетуге және мектеп бағдарламасынан тыс дайындалуына таптырмас мүмкіндік. Жаңа шаңырақтың ашылуына арнайы барған өңір басшысы бұл кітапхана Кербұлақ жұртының облыста теңдесі жоқ ой-зерде орталығына айналатынына сенім білдірді. Кітапханаға салынған инвестиция түптеп келгенде бұл адами капиталға, жастарға, болашағымызға салынған инвестиция деп қабылдауымыз керек. Бұл ретте осы киелі ордадан білімді, саналы, оқыған, зерек жастарымыз көп шығады деп мен сенемін. Жаңа нысан осындай игі мақсаттарға қызмет етіп, өңірдің рухани шамшырағына айналсын. Мына ашылғалы отырған кітапхананың ұжымына еңбектері жемісті болсын, келушілер көп болсын, кітапхана елдің игілігіне қызмет етсін, тағы да құтты болсын. Екі қабатты ғимаратта барлық заман қажеттілігі ескерілген. Кітапхана оқырманның жас ерекшелігіне қарай бірнеше бөлімнен тұрады. IT кабинет пен мультимедиа орталығы ілім-білімге, ғылымға бет бұрған бәрінің сұранысын қанағаттандыра алады. Тіпті кішкентай бүлдіршіндерге де коворкинг орталығы қарастырылып отыр. Кітапхананың іші кең әрі жарық және де керек жабдықтармен жабдықталған. Бұрын біз ескі ғимаратта және де оқу сәл тар бөлмеде оқитынбыз, ал қазір өте кең бөлмеде оқитын боламыз. Бұл жерде біз көптеген кітаптарды оқимыз, яғни кез келген жаңа кітаптың түрін таба аламыз. Қазіргі уақытта көптеген кітаптың түрлері бар, яғни бұл бізге үлкен мүмкіндік. 1620 шаршы метрлік жаңа кітапхананың кітап қоры 53 мыңнан асады. Тұрақты оқырмандар саны 6 мыңға жуық. Мұнан бөлек сирек кездесетін туындыларға ғаламтор кеңістігіндегі қажет ақпарат пен мәліметке кедергісіз қол жеткізу мақсатында дербес компьютерлер қойылған. Сонымен қатар медиатекасы бар ақпараттық анықтамалық зал, көбейту зертханасы, ауқымды кітап қоймасы орналасқан. Бұл жерде коворкинг орталығы, балауса оқу кеңістігі қарастырылған, және де біздің коворкинг орталығында оқу үйірмелері бар, қолөнермен айналысуға болады, тегін Wi-Fi желісімен және соңғы шыққан кітаптармен танысып, тереңірек мағлұмат алуға болады. Зерделі ұлт қалыптастыруда рухани шаңырақтың 9 жылдың торабында орналасқан ауыл жұрты үшін маңызы зор. Себебі бұған дейін аудандық кітапхана мен балалар кітапханасы ауылдық әкімдік ғимаратында және Әбікен Сарбаев атындағы аудандық мәдениет үйінің ішінде орналасқан еді. Жаңа оқу жылы қарсаңында ашылған жаңа кітапхана мыңдаған оқушы үшін ілім-білімнің қайнар көзіне айналары сөзсіз. Қуаныш Қанатұлы, Жасұлан Шымкенже, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.